Лайк басқандан неге аяйсыздар? Саусақтарыңыз 10 тонна болса да бісміллә деп көтеріп, лайк басып бермейсіздер ме? Комментарий жазып. 16 жастағы Шерзатты қыршыннан қиған. Зарлап, құлын даусы Құдайға жетіп шыңғырып отырған анасының зарына қарамай, ана құшағында жатқан жігітті пышақтап өлтірген бұл жауыз бандиттік топтардың шын бет-бейнесі дәл қазірдің өзінде ашылып жатыр. Аталмыш атышулы Хасан деген бандиттің кім екендігін қазірге дейін қазақ билігі ресми түрде айтпай отыр. Хасан кім? Хасан неғып осы уақытқа дейін ашыққа шықпайды? Билік неге ұстамайды? Және баланы өлтіруге қатысқан 13 адамның неге жартысы ғана ұсталып, қалғандар ұсталмайды? Неге олар түрмеде қазы-қарта жеп отыр, қымыз ішіп отыр? Неге оларға бір ерекше құрмет жасалынып отыр? Бұны кім жариялады? Сол қайтыс болған баланың өзінің апайлары, туыстары жариялады. Енді кеше осы шерменде кеткен Шерзаттың үйін өртеп жіберіпті. Неге оған күні бұрын қоршау қойылмады? Неге күні бұрын күзет қойылмады? Енді осының барлығы айналып келгенде нені білдіреді? Бір ғана нәрсені білдіреді. Бұл қазақ билігі, бұл банды қарақшыларменен ымы-жымы бір. Бір деректерінде осы бандалық топтың негізгі сенімді мүшелерінің туыстары, ағалары, көкелері Талғардың әкімшілігін басқарып отыр дейді. Бұл бір дерек. Екінші бір деректерде осы бандалық топтың алды облыстық әкімшілікте отыр дейді. Ұлттық қауіпсіздікте отыр дейді. Үшінші бір деректерде сол облыс әкімін, Талғардың қалалық акиматындағы адамдар бәрі Астанадағы жоғарғы лауазымды тұлғаларменен бизнесі бар, тірлігі бар адамдар дейді. Яғни бай-байға құяды, сай-сайға құяды, жең ұшынан жалғасқан қылмыстық топ дейді. Бізге кешегі хабар берген кісілер осы Талғардағы бандалық қарақшылық бандиттік топтың бір ұшы әуелі есірткіменен және заңсыз наркотикалық заттарменен айналысатын сырттан келген жүнтөс келімсектерменен жалғасады дейді. Қайталап тұрып айтам. Шеттен қазақ жеріне телмеңдеп жеткен жүнтөс келімсектердің негізгі тірліктерінің бірі есірткі болса, олар осы есірткі бизнесменде қатысты және қазақ жастарын осы арқылы өздеріне тәуелді қылып ұстап отыр дейді. Ендеше бұл жүнтөс келімсектер кімдер? Билік бұның бәріне неғып көз жұма қарап отыр. Енді осы тақырыпты қазақ халқының назарына ұсынып отырмыз. Бізге жеткен бейресми дерек көзінен жеткен ақпарат бойынша, егер шынында бұлар Қырғыз, Түркия, Дубай асқан болса, онда біздің кедендеріміздің де осы жоғарыдан түскен бір телефонменен осыларды қорғауға атсалысып отырғандығын білуге болады. Егер олар шетел аспаған болса, онда қазақ кеденнен осы оқиға басталғаннан бері шетелге кеткен қазақтардың тізімін жарияласын. Немесе тіркеу Талғарда, немесе өмір сүру жер Талғарға қатысты адамдардың қандай да бір деректерін кеден жариялауға керек. Бірақ олар жарияламайды. Осыдан ақ ойлаңыздар, неге қалған қылмыскерлер тұтқындалмайды, неге осы уақытқа дейін ол жерде қандай да бір тексеру жүргізілмейді. Әлеуметтік желіде биліктің лицензионный айтқыштарменен указной молдалары, указной блогер сымақтары, ойбай, Алматы облысынан сайланған депутат Ардақ Назарғайда, ойбай, Талғардың әкімін қызметінен кетіру керек деп зарлай қалыпты. Мен қайталап тұрып айтам. Ардақ Назар ол жай депутат, ол бәленбай жүз сайрауға рұқсаты бар лицензионныйлардың біреуі ғана. Оның қолынан боқ та келмейді. Арлы адам депутат болмайды. Депутат болу үшін маймыл болу керексің, арсыз болу керексің. Ал ондай биліктің үруге рұқсаты бар лицензионный иттері, аңырауға рұқсаты бар лицензионный есектері, олар ешқашан бұндай темаларды көтермейді де, кіріспейді де, себебі олар өздерінің ішіп отырған жуындыларынан, қолындағы итаяқтарынан айырылып қалғысы келмейді.
Қазақтың басына ауыр күн туған кез келген мәселеде осы аңырауға рұқсаты бар лицензионный есектерменен үруге рұқсаты бар лицензионный указной иттердің қайсысы кеудегер балға шығып еді? Олардың барлығы биліктің тұр десе тұратын, отыр десе отыратын кесік құлақты және таңбалы құлдары ғана. Сондықтан қарапайым халықтың назарын ұсақ түйекке аударып, ойбай, анау қайда, мынау қайда, Талғардың әкімін ауыстыру керек дегеннен мәселе шешілмейді. Қарапайым қазақ Талғардың әкімін ауыстырмақ түгілі 30 жылға соттап жіберсең де, бұл мәселенің тек бергі жағы ғана. Қазақ халқының көзін ашу үшін мен мына бір мәселені астын сызып отырып, мән беріп отырып, маңыз беріп отырып айтамын. Талғар тек бір ғана мысал. Бұл қазақ қоғамында 30 жылдан бері жалғасып келе жатыр. Бір Талғардың әкімін ауыстырып, немесе оның полиция бастығын ауыстырып, немесе прокурорын, судьясын соттап, ұлттық қауіпсіздігін жазалап әйткен бүткенде мәселе шешілмейді. Бұл қылмыстық пирамидалық топтың ең басында кім отыр? Назарбаев, Тоқаевтың қылмыстық жүйесі отыр. Бүкіл қазақ халқын езіп, қанап, үрейде қорқынышта ұстап отырған, осындай зұлымдықта өмір кешуге мәжбүрлеп отырған қылмыскердің біріншісі Назарбаев, Тоқаев және оның қылмыстық пирамидалық, бандалық, қарақшылық жүйесі. Сондықтан бір ауданның, бір қаланың, не облыстың әкімін ауыстырып, ішіндегі аталмыш жаңа кінәлілерді жазалай қойғаннан, немесе ойбай ана депутат қайда қарап қалды, мына сайрауық бұлбұл неге сайрамай қалды дегеннен мәселе шешілмейді. Қазақтар бұндай биліктің жалдамалы блогерлеріне, жалдамалы айтқыштарының халық назарын басқаға бұратын осындай сынық сылтауларына, сыңар сылтауларына алданбаңыздар. Мәселенің түп төркініне, түп қайнарына ой жүгіртіңіздер. Мен бұл сөзімді қазақ халқы алда болатын, қарашада, қаңтарда болатын Қазақстан қоғамындағы үлкен бір саяси өзгеріске қазақ халқының көзін жеткізу үшін мен осыны баса айтқым келеді. Қазақ билігі қазақ халқының жауы. Оның ту басы, бүкіл қылмыскер, ана банда, мына қарақшы, оның ту басы Астанада, Ақордада отыр. Міне, осыны білу керек. Және бірі, мейлі сырттан келген жүнтес келімсек болсын, мейлі бүкіл қазақтың байлық көздерін, мұнай көздерін, кендерін, кеніштерін тұтасымен қолына алған Ресей билігі болсын, бүкіл нарықты Қытайға ұстатып қойып отыр, нарығымыздың біраз бөлігін Қытай алып қойды, мейлі сол Қытай билігі болсын. Осының бәрінің келу қайнары қайда? Ол Путиннің кесік құлақты құлы, таңбалы құлы, Путин арқылы тағын сақтап қалған, қаңтарда қазақты қынадай қырып, қазақтың қанының беделіне тағын сақтап қалған Қанышер Тоқаев.